Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге дәмләма рецептісін ұсынамын. Бұл тағамды әр жақта әртүрлі атайды. Дәмләма, сірне немесе бұқтырма деп атайды. Дайындау жолы өте оңай, дәмі тіл үйірер дәмді болып шығады. Барлық қажетті ингредиенттер видеоның төменгі жағында жазылған. Ең алдымен барлық қажетті заттарды видеодағыдай турап аламыз. Енді қазанға ең астына құйрық майды саламыз. Оның үстіне етімізді саламыз. Менде ет алдын ала тұздалған. Еттің үстіне пиязымызды саламыз. Пияздан кейін сәбізді саламыз. Сәбіздің үстіне картопты саламыз. Дәміне қарай тұз себеміз. Тәтті бұрышты саламыз. Тәтті бұрыштан кейін қызанақты саламыз. Енді орам жапырақты салып шығамыз. Мүлдем су құймаймыз, көкөністердің өзінің сөлі шығады. Ең алғашқы 15 минутта отты қатты қылып, одан кейін баяулатып, қақпағын жауып 2 сағаттай пісіреміз. Мінеки 2 сағат өтті, сірнеміз дайын болды. Мүлдем су қоспадым, көріп тұрғандарыңыздай өзінің сөлі бөлінген. Дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қазақ тілді каналды дамытуға үлес қосқыңыз келсе, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіз. Алда әртүрлі рецепттермен бөлісемін.